программамыз шеңберінде салалық маманның көмегіне жүгіну тәртібі қандай? Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетіне кіретін қызметтерді пайдалану үшін, соның ішінде салалық маманның консультациясына жазылу үшін алдымен учаскелік терапевтке бару қажет. Бұл пациенттің ғана емес, дәрігердің де уақытын үнемдеп, емханалардағы кезекті азайтуға мүмкіндік береді. Учаскелік дәрігер аурудың белгілеріне, көрсетілімдеріне қарап отырып, ары қарай тиісті маманға жолдама береді. Бірақ учаскелік терапевттің жолдамасын қажет етпейтін де жағдайлар болады. Мысалы, белгілі бір дәрігер қойған диагнозды инструменталдық зерттеулер арқылы нақтылау қажет болғанда, шұғыл стоматологиялық көмек қажет болғанда, тері венерологиялық ауруларды емдеу керек болса, және емханадағы психологтың немесе акушердің қабылдауына кіру үшін учаскелік терапевттің жолдамасының қажеті жоқ. Мұндай жағдайларда аталған қызметтерді көрсететін клиникаға тікелей хабарласып, маманның қабылдауына жазылуға болады.